бүгінгі сіздерге көрсететін тәжірибелік дағдымыз жараны бірінші хирургиялық өңдеу. Ең алдымен қажетті құрал-жабдықтарды дайындап аламыз. Бізге 70% этил спирті, 5% йод ерітіндісі, 3% сутегінің асқын тотығы, левамикой жақпа майы, стерильді шпатель керек болады, 2 пинцет керек болады, стерильді және де стерильді емес, 2 лоток керек болады, стерильді және де стерильді емес қолданылған материалдарға, және де дәкелі шариктер, дәкелі салфеткалар, эластикалық бинт қажет болады, және де стерильді қолғап қажет болады. Іс-шарамызды бастамас бұрын ең алдымен қолымызды 111 бұйрыққа сәйкес жуып аламыз. Ең алдымен қолымыздың ішкі бетін жуамыз, және де саусақ аралықты қамтимыз. Одан кейін қолымыздың сыртқы бетін айналасын жан-жағын қамтай отыра жуамыз. Екі жақтан да қолымызды құлыптаймыз. Одан кейін бас бармақ, білезік, екі жақтан да, және де қол саусағымыздың жастықшалары мен алақанның ортасын жуамыз. Және де кейін қолымызды антисептикпен өңдеп, стерильді қолғапты киеміз. Енді жараны өңдеуге кірісеміз. Стерильді пинцетімізбен дәкелі шариктерді дайындап аламыз. Енді мақталы дәкемізді 70% спирт ерітіндісіне малып, стерильді емес пинцетпен жараның айналасын орталықтан шеткері қарай радиусты кеңейте отырып өңдейміз. Аз ластанған орталықтан көп ластанған аймаққа қарай. Естіп, жараның айналасын толықтай өңдейміз. Енді 5% йод ерітіндісіне малынған дәкемізді жараның айналасын ғана өңдейміз. Енді келесі кезекте стерильді емес пинцетімізбен жараның бетіндегі бөгде затты, яғни әйнекті алып тастаймыз. 3% сутегінің асқын тотығына малынған дәкемізбен жараның бетін жуамыз. Құрғақ дәкемізбен жараның бетін құрғатамыз. Келесі стерильді пинцетімізді қайта алып, дәкелі салфеткаларымызды дайындап аламыз. Дәкелі салфеткамызға левамикой жақпа майын тигізбей тамызамыз. Салфеткаға тигізбей тамызамыз. Кейін стерильді шпателімізбен майды жағамыз. Біркелкі. Жараның бетіне орналастырамыз. Жараның айналасына толық қамтитындай етіп, дәкелік салфеткаларымызды орналастырамыз. Таңғыш салар алдында науқастың аяғы таңғыш салғаннан кейін қандай қалыпта болады? Ең алдымен сол қалыпқа келтіріп аламыз. Одан кейін таңғыш салу барысында науқастың бетіне қарап, оның эмоциялық жағдайын бақылап отырамыз. Жарадан 4-5 см төмен жерден эластикалық бинтпен таңғышты салып бастаймыз. Ең алғашқы 2 орамыз ол фиксациялық болады. Және де кейінгілері алдыңғысына қарағанда алдыңғысын 3/2 бөлігінде немесе тең жартысында жауып отыру керек. Төменнен жоғары қарай бағытта эластикалық бинтпен жаңа таңғыш салуды бастаймыз. Науқасқа осы таңғышымыздың
байланатын түйіншігі науқасқа кедергі келтірмейтіндей етіп бір жақ бүйіріне байлаймыз. Енді барлық қолданылған құрал жабдықтарды стерильді емес лотокқа саламыз. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.